Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында оп-оңай жасалатын компоттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып қойыңыздар. Ең алдымен компотқа қосатын жемістеріміздің сыртын жуып, қабығы ашылуға тиістерін қабығын ашып, тазалап аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, турап ыдысымызға саламыз. Бұл жерде 2 қызылша, 3 алма және 2 апельсиннен менде 5 литр компот шықты. Апельсиннің қабығын ашмаймыз, сыртын жақсылап жуып, турап қоса береміз. Видеода көрсетілгендей барлық қосатын жемістерімізді турап шығамыз. Жемістеріміздің барлығын турап болғаннан кейін үстіне осындай чупа-наватты бөліп майдалап қосатын боламыз. Чупа-нават болмаса, мөлшері шамамен 150 грамдай болады. Орнына қант қоссаңыздар да болады. Наватымызды майдалап қосып болғаннан кейін үстіне суымызды құямыз. Содан соң отқа қойып қайнатамыз. Компотымыз қайнағаннан кейін баяу отта 15 минут бойы қайнатамыз. Минут қайнап болған компотымызды суытып, ішіндегі жемістерін сүзіп аламыз. Одан кейін пайдалана берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым заттардан ғана тұрады және пайдасы өте мол. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментария қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.